Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сәуірдің 17-сі. Химия пәнінен күрделі эфирлер, майлар. Жаңа тақырыбымыз. Мен химия пәнінің оқытушысы Сагаева Қымбат Сагидоллаевна. Сабақтың мақсаты оқушыларға күрделі эфирлер, майлар, олардың табиғаттағы кездесуі, маңызы, құрамы мен құрылысы, қасиеттері, алынуы, қолданылуы туралы білімдерін қалыптастыру. Дамытушылық. Күрделі эфирлер мен майлардың қасиеттерін сипаттайтын химиялық теңдеулерді жаза білу дағдыларын жетілдіру. Тәрбиелік. Сабақ уақытын бағалауға үйрету, еңбекқорлыққа және пәнге қызығушылықтарын арттыру. Күрделі эфирлер табиғатта кең тараған. Олар биологиялық өте маңызды қосылыстар. Гүлдер мен жемістердің құрамында күрделі эфирлер болуына байланысты олардың хош иістері болады. Өсімдік және жануарлар майлары күрделі эфирлерге жатады. Күрделі эфирлер қайнау температуралары төмен, түссіз, жағымды иісі бар сұйықтықтар. Тығыздықтары судан жеңіл, сондықтан да суда ерімейді. Бірақ органикалық қосылыс спирттерде жақсы ериді. Күрделі эфирлер бұл өсімдіктерден алынатын болғандықтан, солардың өздеріне тән иістер болады. Мысалы, бутилформият шиенің иісі, изоамилформият өріктің иісі, изоамилацетат алмұрттың иісі, изоамилбутират бананның иісі. Күрделі эфирлерді қышқылдың галогенидтерін және ангидридтерін спирттермен әрекеттестіріп алады. Мысалы, ацил хлоридті этил спиртіменен әрекеттестіріп, сірке қышқылының этил эфирін алады. Сірке ангидридін этил спиртімен әрекеттестіріп, сірке қышқылының этил эфирін және сірке қышқылын алады. Күрделі эфирдің ең маңызды химиялық қасиеттерінің бірі сабындану реакциясы, немесе гидролиз деп атауымызға болады. Бұл реакция туралы қазір төменде айтатын боламыз. Күрделі эфир табиғатта кең тараған, олардың көбі эфир майларының құрамында болады. Глицерин мен май қышқылдарының күрделі эфирі табиғи майлардың негізін құрайды. Күрделі эфир техникалық өндірістің әртүрлі салаларында кеңінен қолданылады. Мысалы, күкірт қышқыл күрделі эфир алкилдеу реакцияларында, қағаз өндірісінде, фосфор қышқыл күрделі эфирі өсімдіктер зиянкестеріне қарсы қолданылады. Кейбір эфир тамақ және парфюмерия өндірісінде, дәрі-дәрмек дайындауда, органикалық шыны жасауда еріткіш ретінде қолданылады. Енді балалар, майларды бастамас бұрын, майлардың маңызы туралы қосымша ақпаратқа назар аударайық. Олар бізге дұрыс тамақтану үшін қажет. Біз оларсыз өмір сүре алмаймыз. Бірақ оның шектен тыс көп болуы да адамға өте зиян. Майлар. Жағымсыз болғанына қарамастан, майлар біздің рационымыздың маңызды бөлігін құрайды. Олардың негізгі 4 қызметі бар. Энергия сақтайды, изоляцияны қамтамасыз етеді, жасуша мембранасын түзеді, белгілі бір дәрумендерді ерітеді және тасымалдайды. Дегенмен, майлардың кейбір түрлері басқаларына қарағанда пайдалырақ. Олардың басты айырмашылықтары химиялық құрылымдарында. Сонымен, майлар неден тұрады? Олардың барлығы тек 3 элементтен тұрады. Көміртек, сутегі және оттегі. Бұл элементтер ұзын 3 тармақты молекула түрінде өзара байланысады. Бұл 3 тармақ май қышқылдары тек бір шетінде оттек атомымен байланысқан көміртек пен сутектің ұзын тізбектері.
Олар 3 көміртек атомнан тұратын қысқа тізбекке өздерінің оттек атомдары арқылы байланысқан. Осы ұзын тізбектердегі химиялық байланыстар майлардың қасиеттеріне әсер етеді. Ет және сүт тағамдарында көп кездесетін қаныққан майлардың құрылымында көміртек атомдарының арасында қос байланыстар болмайды. Бұл олардың толық қаныққанын және сол себепті басқа атомдармен байланыса алмайтындығын білдіреді. Майдың іргелес молекулаларындағы тізбектер тығыздалатындықтан, қаныққан майлар әдетте бөлме температурасында қатты күйде болады. Ал қанықпаған майларда, керісінше, көміртек атомдарының арасында кем дегенде бір қос байланыс болады. Бір қос байланысы бар қанықпаған майлар моноқанықпаған, ал одан да көп қос байланыстар бар майлар полиқанықпаған деп аталады. Күнбағыс, зәйтүн май сияқты өсімдік өнімдері мен майлы балықтар қанықпаған майларға бай. Қос байланыстардың болуы тізбектердің иілетіндігін білдіреді. Сол себепті молекулалар тығыз орналаса алмайды. Сондықтан қанықпаған майлар бөлме температурасында сұйық күйде болады. Жануарларда көп кездесетін қаныққан майлар денедегі холестерин деңгейінің көтерілуіне және артерияның бітелуіне әсер етіп, инсульт пен жүрек ауруларына соқтыруы мүмкін. Сол себепті өсімдіктерден және балықтан алынған майларды тұтыну денсаулығымыз үшін әлде қайда пайдалы. Сонымен майлар, күрделі эфирлер мен 3 атомды спирт және жоғарғы молекулалы қышқылдардан тұрады. Майлар жануар майлары, сары май, тоң май, балық май болады. Өсімдік майы зәйтүн, күнбағыс, жүгері, соя, пальма майлары болып жіктеледі. Майларда гидролиздеу. Жоғарыда айтып кеттік, бұл гидролиздеу реакциясы күрделі эфирлерге де тән. Гидролиз бұл судың әсерін айырылып, бір жаңа заттың түзілуі. Майларда гидролиздеген кезде нәтижесінде көп атомды спирт, глицерин және стеарин қышқылы алынады. Судың орнына күйдіргіш сілті алса, майлар глицерин мен карбон қышқылдарының тұздарына адырайды. Жоғары карбон қышқылдарының тұздары сабын. Демек, сабын алуда май ең басты шикізат болып табылады. Майларды жануарлар мен өсімдіктерден алады. Тиімсіз болғандықтан майлар синтездік жолмен алынбайды. Майлар судан жеңіл, тығыздығы 0,9-0,95 грамм сантиметр куб. Суда ерімейді. Органикалық еріткіштерде, бензолда және бензинде тағы басқа органикалық заттарда ерейді. Қайнау температурасы төмен. Майлар тамақ өнімдерін алуда, маргарин өндірісінде шикізат ретінде, медицинада, сабын өндірісінде, косметикада, техникада, лак және бояулар алуда қолданылады. Жоғарыдағы күрделі эфирлер және майлар туралы ақпараттарға сүйене отырып, үй тапсырмасына номер 5 тапсырма сұрақ жауап бересіңдер. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сендерден кері байланыс күтемін балалар. Сау болыңдар.